Ал достар, алдында сіздер білесіздер, кәрше бірінші рет өмірімде сөйлескенімді, чекинді кәрше тілінде заказ берген естеріңізде шығар, иә, сол видео 570 мың просмотр болып қапты. Енді содан бері мен екінші рет кәрше сөйлесейін деп тұрмын. Тағы да чекин беремін. Ол жолы мен сүйексіз чекин бердім. Қазір енді сүйекпен беремін. Қазір екі сөз жаңадан үйреніп тұрмын. Екі емес, 3-4 жаңадан сөз. Алдында янмён панмари, хорайды панмари, пожамхэ жасаяо деген сөзді айтқан едім. Ол бір соуспен жарты порция чекин, жарты порция соуссыз чекин, пожамхэ жасаяо деген собой деген сөз. Бұл жолы да соны айтамын, бірақ алдында без косточки деген сунсаль или пио он минго деген сөз тұғын. Қазір мен айтамын пио ин минго деп айтамын. Или же пио опта десең сүйексіз болады, пио итта десең сүйекпен болады. Қазір мен айтамын либо пио итта деп айтамын, либо же пио ин минго деп айтамын. Бірінші сөз ба, сосын тағы екі сөз айтамын қазір, жаңадан. Барлығын әдеттегідей түсіріп алуға тырысамын. Если что, қалтамда сникерс бар, білесіздер ғой. Иго пылья апсаяу деген керек емес деген сөз. Оны мен қай кезде айтамын? Палычки бар ғой, соны қайтарым. Өйткені бізде темірден жасалған палычки бар. Дала суық екен. Бұл Тэджон қаласы достар, алдында Ичон қаласында болдық. Одан кейінгі жаңа сөз көлжа тессаяу. Оплата прошла деп сұраған. Көлжа тессаяу деп сұраймын. Надеюсь, бәрін түсіріп аламын видеоға достар.